30 жыл ораза ұстаған адам бірде құдық басына келіп су алу үшін кезекке тұрады. Ол кезек қанша үлкен болса да таласып тармаспай, сабыр сақтап тұрғанда, кезектің соңғы жағынан бір айғайға басып, мен бүгін оразамын, кезек беріңдер, қарным ашты, шөлдедім деп шу шығарады. 30 жыл бойы ораза ұстаған кісі басында мән бермей тұрғанмен, бір кезде шыдамы таусылып, «Әй, бауырым, егер ораза тұтқанға жол беру керек болса, 30 жыл бойы ораза тұтқан мен бірінші алуым керек емес пе? Сен неге бір күн тұттың деп, елді қырып кете жаздап тұрсың?» деп ашуланыпты. Сонда әлгі кісі қарқылдап күліп жіберіп, «Саған 30 жыл бойы сөзім өтпеп еді, енді міне оразаңды міндет қылып, бар сауабыңнан айырылдың. Маған да керек осы еді» деп көзден ғайып бопты шайтан. Бұдан не түюге болады? Ешкімге міндет қылмай, жариялап, жарнамаламай, шама келгенше жасырып орындап жүрейік парызымызды. Оразаң қабыл